Барларына сәлем. Бүгін біз Poisson теңдеуді MP арқылы шешу болады. Және осы жасаған авторларды айтып кетейік. Екі автор. Біріншісі топтың басшысы мен, Исаев Ерлан боламын. Бұл менің, чтобы мен личностімді определить үшін, менің удостоверение личности. Сәлеметсіздер ме? Менің аты жөнім Жұмалы Рахат. Мен осы PM2 тобының студент болып табыламын. Және де мен осы топтың бір команда мүшесі ретінде менің удостоверением қабылдайтын болады. Осы. Жалпы біздің алған тақырыбымыз жайлы топтың басшысы өзі түсіндіре кетсе. Хорошо. Бізде MB жоғары өңдеу пәні болыпты, дисциплинасы. Бізде алынған тақырыпта ол осы Poisson теңдеуді математикалық әдісімен шешу. Және бұл презентацияда есептік қойылымның төрт шекаралық шарттарымен және әрлық схемасымен матрицалық түрде жазылуын бәрін көрсетеміз. Және біздің тақырыпта ол параллельдік тор есептеу әдіс, жаңа айтқан сияқты матрицалық программка болып тұрады. Және мына жерден бір қарасақ, осыны алып тастайын. Және осы аналитикалық формасы болады. Анимациясын бір көрсетеді, қандай өзі шындық болады. Жаңағы қазір аналитик шешімге бір кішкене дейін келеміз. Осы жұмыстың негізгі мақсатын айтып кетсек болады. Және үш кезеңде болады. Сол MP-мен шығарылады. Бұл жұмыста біз жаңа айтқан сияқты параллельді толды есептерді Poisson теңдеуін қарастырамыз. Математика, физика, эллиптік теңдеу негізгі түр болып табылады Poisson теңдеуіміз. И біз ол екі өлшемді бір текті емес болады. Poisson теңдеу. Бір текті кезде это Лаплас теңдеу дейді. Осы сандық әдісімен шығарғанда Poissonды матрицалық программаға келтіреміз. Ол не үшін керек бізге? MP іске қосылып, торлық есептеп, әр ранг 0-ге дейін и MP баспен арқылы тарау, әр процесс бірге қосатындай шығара аламыз. Қазір ол неге актуальны, неге керек, оны айтып кетеміз ғой, ең соңғы жақтардың ортасында. Соның негізгі моделін Рахат айтып кетеді қазір. Негізгі модель жағын айтып кететін болсам, бізде мынау есептің қоюы төбеде көрсетілді. Және де бізге берген аймақтың бірінші квадрат түрінде анықталады деп жазып қоямыз. Бізде шекаралық x 0-ден 1-ге және y 0-ден 1-ге дейін аралықта. И және бізде екі өлшемді Poisson теңдеуін шешіп жатыр. Ол міне жалпы теңдеуі осы. Жалпы бізде Poisson теңдеуін алғанымыз синус px. И дальше бізде көріп тұрғандай төрт шекаралық шарттарды алғанбыз. Мынау сол жақтың шекаралық шарты бізде мынау көрініп тұрғандай y тең 0-де берілген. Үстіңгі шартта бізде y тең 1 и және синус px. Астыңғы төменгі шекарамыз y тең 0 мен u тең 0-де. И келесісінде x-қа тең. Жалпы осы шекаралық шартты осылай төрт жақта көрсеттік. Визуализация ретінде, чтобы жақсы түсіну үшін. Мынау соның жалпы түрі. Бізде міне төрт шекаралық шартты тура осылай жазып алдық. Яғни бізде жалпы робен түрі мынау бізде берілгені. Потом оны дирихле шартына айналған түрінде жаздық. Өйткені бізде көріп тұрғанымыз b тең 0 мен a тең 1-ден қатысты арқылы. Потом мынау бізде соның жалпы шекаралық шарттарының түсіндірілуі. Яғни именно осы дирихле шартына айналғаны үшін. Келесі бізде байқап отқанымыздай квадрат аймақты торға бөлу. Бізде жалпы айтып кеткеніміздей негізі торды біз 40 торға бөлдік. Потому что осы бізге есеп шығаруында және кодта шығаруға идеальный шешімнің бірі болып табылады. То есть бізде кодта n тең 40 болғанымен жалпы nx пен ny бергенде 41 болып алынады. Яғни оны кейін кодтың фрагментінде түсіндіреміз. Жалпы ол примерно фрагменттер осылай болып келеді. Мынау бізде соның жалпы визуализациясы, осы 40 нүктенің алынуы и және матрицаның прогонкамен жұмыс істеуі. Так, келесі Poisson теңдеуін айырымдық схемаға келтіру. Бұл жерде не айта аламыз? Жалпы көрініп тұрғанымыздай бұның бәрі бізде алдыңғы семестрде өткен тақырыптардың бірі. Яғни біз бұны негізі әшейін ала салған есеп емес. Яғни
жалпы айтып кеткенде бізде аналитикалық шешім шығу үшін көбінесе осындай екі өлшемді Пуассон теңдеулері негізі аналитикалық шешім шыға бермейді. Сол үшін де біз кітаптан алып, Исахов кітабынан ізденіп, шығатын функцияны алып, осыны вот айырымдық түрге келтіріп, аналитикалық жолдарын кейін шығарып, жалпы көрсетеміз. Соның бірі міне айырымдық схемасын қазір көріп тұрғанымыздай, бірінші dx бойынша, потом dy, и және жалпы формуласын жазып, и соңында оң жақтың fn функциясын жаздық. И мынау бізде оң жақта тұрғанымыз бұл 5 нүктелі шаблон. Неге десек, бұл нүктелік аралықта қарастырамыз ғой. Сол үшін де оны айырымдық схемамен табамыз. Жалпы айырымдық схема айтып тұрғанымызда бізде жалпы а б с ды кейін тура прогонкаға әсер етеді. Жалпы бізде а б с д деген простой матрица, ал бізде келесі д ол вектор болып саналады. Жалпы оны келесіде Ерлан түсіндіріп береді. Иә, бізде абс-ды бар, жаңа Рахатқа айтқан сияқты. Оны жіктейміз. Ол абс-ды дегенде обычный жай күйде біз ол матрицалық прогонка емес, просто прогонка болған кезде біз оны абс бізде не болады, немесе коэффициент, немесе бірлік матрица емес, ол лист болады, Python түрінде лист болады, алды тоже лист болады, немесе ол константа болады. Именно матрицалық прогонка кезінде біз үш диагональді блокты формасына келтіреміз. Бізде умыз көмтағы вектор болады, дымыз да вектор болады, ал абс-да это матрицалық болады, квадраттық матрица. Именно бізде вымыз үш диагональді матрица болып тұрады. Осы кейінде жазылып тұр, оның шекаралық шарттарымен әсер етеді барлығы. И осының барлық альфа мен бета мәндерін табу керек әрқайсының. Өйткені бізде жаңа Рахат үстінде айтып кеткен сияқты бізде 5 нүкте бар. Әрқайсының нүктесін тауып, оның альфа бета әсер етеді. Именно шекара шарттардан бізде матрица алынған, әр альфа 1 ай, бета 1 ай, бета 3 и альфа 4, бета 4-ке дейін барады. Альфа 1-ден альфа 2-ге дейін бастап, нақты айлар болады. Содан бізде нақты көрген сияқты әр матрицасы мысалы мынау ай деген бірлік матрица, нақты бірлік матрица, айымыз ax-іміз 1 бөлінген x, dx бөлінген квадрат болып тұр. Оны кодта осылай болып жазылады. В-мыз бізде жаңа айтқан сияқты трех диагональді матрица, и және оның несі бар, ерекшелігі бар. Ол ең бастапқысы, ең соңғысы осындай түрде жазылады, қосылады именно осыған. Ең басы мен ең шеті шекаралық шарттан кесірінен. И с-мызда матрицасына ұқсайды, тура сондай. И д-мыз ол бізде вектор болып тұрады. Ол f-пен қанағат тұрады. f-тен x болады, вектор болғандықтан. И тура солай, соның басы мен соны шекаралық шарттан сондай болып тұрады. Осы тура және кері жүреді. Негізі біз прогонканы шешкен кезде біз бастапқысында альфа мен бетталар табамыз. Ең бастап бізде бірінші шекаралық шарттардан бізде альфа 0, бетта 0 табылады. И соны альфа мен беттан барлығын тауып аламыз. И сол кезде екінші шекаралық шарт бар ғой бізде. Одан біз у ij-ның ең соңғы мәнін тауып аламыз. Содан арқылы біз кері прогонка жасаймыз. Былай түсінсек, значит бізде матрица бар, біз ең соңғы мәндерін табамыз да, и шетке қараймыз. Обычно алда тапқаннан біз прогонканың өзінің қасиеті артқа жүру болып тұрады. Осының аналитикалық шешімін қазір бізге Рахат айтып кетеді. Аналитикалық шешімін бізде жалпы ДДТ-ға саламыз, яғни дербес туынды дифференциалды теңдеулер формуласына. Алдыңғы семестрде өткендегідей бізде бірінші алғашқы Штормлюбер есебіне салып, потом оны жалпы есебін тауып болып, жалпы шешімге саламыз, яғни u x y деген жалпы шешіміне. Бірақ одан алдын бізде аналитикалық шешімнің өзіндік жауабы бар, ол бізде бөлек табылған. Яғни оның ішіндегі функциясын алып, вот мына біздің көріп тұрғанымыздай y-ті алып оның жауаптарын қойған кезде, и соңында бізде мына жауап шыққан. То есть u x y синус px там и так далее. Осы жауапты алып, енді бізде шекаралық шарттармен тексеру болған. Соңында тексерген кезде y0 болған кезде 0, y1-де синус px шыққан. Тура сол біздің жаңағыдай бастапқы 4 шекаралықты айтып кеткендей, осы 4 шекаралықты қанағаттандырып тұр. Демек бізде
бұл есеп анықталды және аналитикалық шешім шықты. Енді бізге керегі просто сандық пен аналитикалық шешімді салыстыру ғана қалды. Жалпы бізде аналитикалық шешімнің бұл оң жақта көріп тұрғаныңыздай графигі тура осы мәнде шыққан, ал сол жақтағы бұл сандық шешім. Яғни екеуінің былай визуализация өзіміздің көзімізден қарасақ, бұл жақта вообще айырмашылық жоқ. Бірақ бізде сонда да программаның қателігін есептеу керек. Бұны ары қарай код ретінде жазған функцияларымыз бар. Оны дальше Ерманның өзі түсіндіріп кетеді. Жарайды. Бізде MP бар. MP-дің өзі параллель есептеу логикасы болып тұрады. Оны ранктарға бөліп, оны әрқайсысын ранктарға бөліп, тез есептеуге ғой. Бізде MP деген сол тез есептеу, 50 матрицаны көбейтеміз. 50 матрица мысалы ол өте тез уақыттың ішінде шығару керек MP. Бізде үлкен база данныймен жұмыс істеген кезде өте аз уақытта өте тез шығаратындай керек құрым болады. Ол C++ арқылы шығады көбінесе. Оны әртүрлі функцияларды қолданады ішіндегі, и соның ішіндегі бастапқы кодымызға қарасақ, мына жақта көрініп тұр, барлық бастапқысында шекаралық шарттар қойғанбыз біз. И бізде просто функциясы беріліп тұр. Кодында бірінші source вектор болып тұратын, және source матрикс бар. Source вектор это векторды векторға көбейтеді. Ана жақта матрица көбейткен кезде шығарылатын сан. И бастапқы біздің главный функциямыз дейміз. Оны ранг пен сайздан басталады. Ранг это қанша бөлікке бөледі, сайз это үлкен размерность болады. И осы барлығы бастапқысында ранг қаншадан басталады, рангтың нақты шешімі ранг 0,0-дан шығады, қалған барлық шығарған заттар бәрі сол неге келеді, қалған рангтар сол 0-ға жиналып, нақты шешім, толық шешім осыдан байқауға болады. И және осы Python кодымен берсек болады. Бастапқы толық Python кодымен берсек болады. Ол просто мысалы көрсеткен сияқты нақты шешімі, оны просто визуализация максимальный қателікпен келтіреміз. И параметр блоктарға бөлдіреміз. Оны осы толық параметрлар проводка тәсілімен жинаудың ары қарай рахат айтып кетсе болады. Жалпы MPI бөлігі және тор параметрлері. Яғни бізде бұл жерде не айтып кетуге болады? Бізде кодта жалпы қолданылған фрагменттер бар. Мен соны осы мәселен 9 бөлікке бөлдім деп айтсам, сол 9 бөлігін жалпы MPI-дің функциялары ретінде қарастырдым. Яғни соның бәрін жеке-жеке айтып кететін болсам, бізде MPI init деген бастапқы функциямыз, яғни бірінші қолданатын функцияның бірі. Ол не үшін керек? Бұл біздің кодтың миы десек те болады, потому что біз именно осыны қосу арқылы MPI-ді іске қосамыз, және де оны шақыру өте міндетті. Себебі бұл басқа функцияларды қолдануға рұқсат береді. Яғни біз астына көріп тұрғанымыз com-run, com-size және vtime, bcast осының бәрін шақыратын осы MPI init, яғни бұсыз код істемейді. Екіншісі MPI com-rank, яғни бұл жерде процестің жеке нөмірін анықтайды. Жалпы өз анықтамасы солай, яғни 0, size -1 деп тұр ғой. Жалпы бұл туралы анық не айтуға болады? Яғни біз функциялардың әр процестің жеке нөмірін анықтайды дедік қой. Яғни, значит, бұның бәрі кодтың бөлігінде ранг тең 0 деген жердегі процесте барлық мәліметтер жинап алады да, соны кейінгі басқа анықтайтын шешімге қойып жалпы жауабын шығарады. Келесі MPI com-size, бұл жерде процестер саны анықтайды, және процестер саны тура сол және ранг тең 0 ғой, соның просто жауаптарын анықтайтын бөлік. Так, vtime бұл просто уақыт есептейді. bcast бұл жерде просто барлық мәліметтерді бір алып процесске жинайды. Ал gather-v жәндегі MPI қалай адамыз? Бізде барлық локал дата массивтер бар ғой, соның бәрін екі функция арқылы шақырып, start пен counts арқылы бірге қосып жинайтын функцияны шақыру үшін керек. Келесі MPI finalize, бұл атайтып тұрғандай просто MPI-ның функциясын аяқтайтын бөлігі. Онсыз, одан кейін бізде MPI-ді жалғастырып кете алмаймыз, оны қосқасын. Болды. Бізде және жаңа рахат айтқан сияқты аналитикалық шешім мен сандық шешімді біз шығарған MP кодымен салыстыру керек қой. Фотосы жаңа визуализация жасаған екеуі бірдей болып көрінді, бірақ бәрібір максималды қатені көру керек. Максималды қатені оны шығару қалай шығарамыз? Оны функционалмен шығарамыз. Максималды қатені ол функционал анализден алынған функционалды шығарамыз. Ол нормамен бірге.
жаңа айтқан төр бөлігіне бөлгенбіз, түйіндесіне, және максималды қате біз 1,0001 болып тұрады мына жақта, енің -4 болғандықтан мына жақта оның -4 дәрежесі болып тұрады. И біздің ордер орталық айырым болып тұрады, h квадрат. H квадратымыз ол как h x или h y ол dx пен dy сияқты. Осыны жаңа айтқан сияқты шығарамыз, функционалмен, значит нормамен. И қорытындылап кетсек, бұл біз MP бағдарламада Поиссон теңдеуді математикалық программамен қалай шығардық дегенді айтсақ болады. Осы аппроксимациялап, оны аналитика шешім шығарып, MP-ні қалай қолданып, тиімді қолданып, оны қай уақытта, қанша секундта шығаратынымызды, және оны матрицалық программаға, өзі матрицалық программаға дейміз, өте қиын бір әдіс. Оны шығару әрқайсының қолынан келмейді, оны түсініп, оны бөлу қиын болады. А мен Б, АБ-сының матрицаны қалай шығарғанын да түсінуге қиын болады. Біз осыны презентацияда кішкене максимально қостық, қаншама болатын, қысқаша да болса да түсіндіріп, оны қалай шығатын, оның мәні, және үстінде көрсеткен сияқты қалай матрицаны именно алатын көрсеткенбіз. Осы матрицалық сандық шешіммен аналитика шешімді қалай шығаратынын көрсетіп жібердік. Барлық сіздерге тиімді немесе керек заттардың бәрін қосып, оны салыстырып, ең кіші қате, ең үлкен қатені шығарғанбыз. Осы жалпы параллель тор есептерді матрицалық программамен сіздерге барлық мәліметтерді қосып бердік, үлкен бір сборник қылдырып. Сіздердің бізге қараған үшін рахмет. И алғысымды айтамын мен. Және де бір нәрсе соңғы сөзімді айта салайын. Жалпы бізде көрініп тұрғандай мынау библиографияның бар, яғни бізде осының барлығын жалпы осы жазған мәліметтердің бәрін осы кітаптардан алғанбыз. Яғни вот және де айтып кеттім ғой, аналитикалық жол шешіміміз біздің алған көбінесе екі өлшемді Поиссон теңдеулері негізі көбінесе шықпайды дедік. Вот осының бәрін мен осы Исахов кітаптарынан ізденіп, жақсылап шығатын есептің ыңғайлы түрін алып, және де оны матричная программка шығару үшін осы сандық түрге салынып, жалпы бізге нормальный шешім беретін, и қателікті дұрыс тауып беретін функция ретінде осы ең маңыздырында Исаховтың кітабын алғанбыз. Ал мынау бізде бастапқы кітаптардың бәрі ол және біздің кіріспе үшін, және де керекті мәліметтер үшін қолданылған кітаптардың бірі болып табылады. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Осы 18 жылға 2018. Сау болыңыздар.